Құрметті қазақ елі, мына мен тіл мәселесі ең бірінші. Мына үй берді деп, 100-150 үй берді деп, байларды құтыртудың қажеті жоқ. Итке лақтырған, етін өзі жеп, сүйегін лақтырған мен бірде қылып беріп, қазақша сөйлемей, бізді мазақ етпесін олай. Димаштан үлгі алсын ол екі, ақылы жоқ болса. Анасының адал сүтін емген, әкесінің тектілігін алған Димаш Ботам көпке үлгі. Біздің қазақтың бүкіл құндылығын дүние жүзіне паш етіп, керісінше өзінің табынушыларына ана тілін сөйлеткен Димаш көпке үлгі. Бұл екі әйел ешқандай ұлтқа ондай тиіп кетер пайдасы жоқ, қажетсіз еңбектерін бұлданып, ана тілімізді жерге таптауға ешқандай мүмкіншілік жоқ. Мені қолдағандарға рахмет айтам, мені даттағандарда ұят болу керек, ұят болу керек. Құрметті қазақ елі, мына Динара мен Баян еңбек етіп, күні-түні ұйықтамай байыды деп қате айтып тұрған жоқсыз ба? Сіздер күні-түні ұйықтамай жұмыс істеп жатқан адамдар бар ма араларыңызда? Онда сіздер неге бай болмайсыздар? Олай айтпаңыздар. Біздің Қазақстанда әділеттілік жоқ. Сол үшін осындайлар бай болады. Және бұлар бай болғанымен қоймай қазақша сөйлемейді. Енді бақыттысың ғой сен, байсың деп жатыр. Ана дүние мүліктеріңіздің сұрауы бар ғой. Сен оны дұрыс Димаш құсап, Италияда ән салып, Ресейде ән салып, Қытайда, Францияда ән салып, сол ақшамен еліңе келіп бай батқан жоқсың. Біздің Қазақстанда отырып, нан жедің ба? Ең болмаса самал ұяттарыңыз болса қазақша үйреніңіз. Орысша мектеп бітірді дегеннің бәрі жалған. Жақын күндер біз Баян сені көргенбіз, ағылшынша үйреніп алдың, мақтанып сөйлеген. Сен ана тіліміз сол кез үйреніп алып мақтанбадың бізге. Сөйле. Құрметті қазақ елі, Қазақстанның азаматтары, азаматшалары, енді сонда біз тіл мәселесін осы енді жаптық па? Біз тіл мәселесін енді осымен қойдық па? Мен ол екі әйелдің жағасына жармасқан, болмаса мен ол екі әйелден бір алталасы бес белесім жоқ, жандарым, сіздер әлі ойланған жоқсыздар ма? Ол әйелге Бағдагүл ханым не үшін тиісті екен деген сұрақ. Мен ол екі әйелдің жағасына жармасқандағы адам ұрыс айқайда бірінші олардың кемшілігін іздейді. Ол екеуіне айтылған кемшілік. Соқыр адам болмаса, ішкі дүниелеріңізбен қарайтын болса, 100%. Мен айтылған сөзінің ел мағынасын түсініп жатсаңыздар. Екінші, ана тілі емес пе менің көтерген мәселем? Қазақ тілі емес пе? Сонда осылай жылы зауып қоясыздар ма? Зиялы қауым қайда? Ал білгіш мәдениетті түрде жеткізетін болсаңыздар. Халық қайдамыз? Көтерілеміз ба? Ана тілді көтермейміз ба? Осылай қалдырып кетеміз ба? Бұлар сонда қазақша сөйлемей ме не? Қазақша сөйлесін, ең болмаса құтылсын. Қазақстанға кеше мына Қытай мықты ел болып тұр, бәрі Қытай жамандайсы айналып келгенде. Қытайда күшті заң қабылданды, мынандай жаңа тәрбиеш қатындарға арналған. Біздің Қазақстанда қазір бір 10 байды қарапайым халық қарауға міндетті емес. Және бұл байларда түк қасиет жоқ болып тұр, көрдің бе? Қазақ тілі менсінбей тұр. Сол үшін заң шығарыңдар, депутаттар бос отырмай. Қандай заң дейсіз ба? Дүние мүліктеріңізді мақтанып, не салатын болсаңыз, ішкен жеген тамақтарын. Сондай адамдарды кәдімгі заңмен штарап әшейінде салғыш айып қазынаны толтырыңдар. Желкесіне ұстап салу керек та айып болмай оларды. Масқара ғой мынау деген. Тек ана бір шамалы адамда ғана мені ғой жаңа қарапайым халықтың аясаңдаршы, жағдайлар ауыр, оған апарып мазақ қылғандай ырқылдағандарын біз қарау керек па? Олар сендердің еще қазақша сөйлемей күйдіретін айтшы, еліктеп береді олар сендерге. Сосын олар ойламайды ғой, бәрі оңайды. Қазақ елі сонымен бірге мына кешегі Динара Сәтжанның Ақтөбеде өткізген кеші әлі заңсыз болып танылмайды екен. Неге? Шілдеде қабылдануы мүмкін дейді ол заң, әлі белгісіз. Мына мәжіліс депутаттар онда қабылдаңыздар сол заңды. Сіздер мынау масқара ғой, бұл енді қазақ тілінің мәртебесін екі тіл қатар деп тұрсыздар. Енді мына әйелдің кешегі бренд деп барғанда айтар дымы жоқ. Халықтың ақшасын қалтасына басып алып жатыр. Налогын төлесе болды, ипысы болса болды, дымды істей алмаймыз деп қарап тұр.
не масқара сонда ол қазір басқа нәрселер өткізуі мүмкін олар апарып. Орыс тілін деген мықтылап насихаттап, халықтың жауы сияқты осылар. Ең болмаса қазақша айтып алса да арманымыз жоқ, ақшамыз сыпырып алсын деп басымызға кигізіп кетсін не нәрсесінде. Мына масқара ғой, неге қабылдамайсың ондай заңды онда? Отырып алып депутаттар елге жандарын ашпай ма? Мынандай психолог ақыл айтатындар тоқтатамыз деген заң әлі шықпаған екен ғой. Неге шығармайсыздар ол заңды? Неменеге айына таянып отырсың, заңды шығарғасын, дұрысына шығармайсың. Қазақ елі мен жаңа көмек сұрадым. Заңгерге қоңырау соқтым. Ондағы мақсат ол кісіден мен қандай көмек сұрадым. Қазақ тілінің ертең мен Ақтөбеге барып ойлаған, ана өткенде өткізген кешіне мына қызын не берем ба деп арыз. Негізі айқай қазақ тілінен болды. Өзім шыны, мен өзім заң алдында жауап берем, ойында ба, оның біреуді боқтаған үшін сотталмайтын шығармын. Бар ғой тарап, төлеріміз күрсінші Құдай жеткерсін. Ана келіншекті айтамын жаңағы. Акасы қазақ тілі енді ешқандай біз заңда қатар деп айтылған. Орыс тілі мен қазақ тілі қатар жүреді. В общем, кім орысша сөйлегісі келсе бар, орысша сөйлемейсіз, қазақша. Мына екі мықты адамдар енді бүкіл халықты жинап алады, олар орысша насихаттап жатыр. Бүкіл жер. Содан кейін орыс тілі уже күшейеді. Қазақ тілі бір бұрышта кедей-кепшіктің қасында. Также я подготовила свой мастер-класс, личный бренд работодателя. Девочки, скажите, какие у вас впечатления, что вам понравилось сегодня? Мне понравилось то, что теперь я не буду заставлять детей учить уроки и оценки требовать, все-таки я не буду. Почему? Потому что все переходит сейчас в сеть, в искусственный интеллект, и все знания там. Можно обучиться любой профессии. То есть за 2 часа, представляете, сегодня мусор. На печенье от Кельда.